Мен Мемет Майлин атындағы жалпы орта мектебінің тілшісі Гүлмира боламын. Және мен Райым Құлақниет. Бірінші наурыз алғыс айту күні. Алғыс айту күнінде кімнің кімге қандай алғыстары бар екенін білейік. Сәлем ағай. Ертең бірінші наурыз қандай мереке? Рахмет айту. Рахмет айту күнінде кімге рахметің айтасың? Апама, атама, апайларыма. Рахмет. Мен Мемет Майлин атындағы жалпы орта мектебінің тілшісі Гүлмира боламын. Және мен Райым Құлақниет. Ертең бірінші наурыз қандай мереке? Алғыс айту. Алғыс айту күнінде кімге алғыстар? Ата-анама және осы мектепте маған сабақ беріп жүрген рахмет. Және мен Райым Құлақниет. Ертең бірінші наурыз алғыс айту күні. Алғыс айту күнінде кімге алғысыңыз бар? Танитын адамдардың бәріне алғыс айтамын. Мені жақсы көретін адамдардың бәріне алғыс айтамын. Қызметтесіп жүрген адамдарға алғыс айтамын. Және мен Мұхтар Әли. Ертең бірінші наурыз алғыс айту күні. Сол алғыс айту күнінде кімнің кімге қандай алғыстары бар екенін білейік. Міне бұл біздің номері 326 Мемет Майлин атындағы мемлекеттік коммуналдық мемлекеттік мекемесінің алғыс күніне арналған жәшігі. Бұның ашылғанына 1 сағат болды. 1 сағаттың ішінде шамалы жиналып қапты. Осыған қоса мен өзім де алғыс хатын тастағым келіп отыр. Мен өз анама және мұғалімдерге алғыс айтамын, кейін достарыма айтамын. Өз анамды осындай күнге жеткізгеніне және мұғалімдерді білім беріп жатқанына көп Анама және мұғалімдерге осындай күнге жеткізген ата-анама және жанында бірге болған қуанышта да қайғыда да бірге болған достарыма алғыс айтамын. Саламатсыздар қыздар. Мен Сатқанбай Гүлмира Мемет Майлин атындағы жалпы орта мектебінің тілшісі боламын. Ертең бірінші наурыз алғыс айту күні. Алғыс айту күнінде кімге алғыстарыңыз? Мен алғыс айту күнінде ата-аналарыма, оқушыларға және де бізге білім беріп жатқан мұғалімдерге үлкен алғыс айтамын. Мен ең алдымен ата-анама, бізді басқарып отырған директорымызға және де бізді басқарып отырған директорымызға, ата-анамызға тәрбие беріп отырған жалпы Қазақстанға рахмет айтамыз. Орта мектебінің тілшілері боламын. Мен Мұхтар Әли және Мен Сатқанбай Гүлмира боламын. 1 наурыз қандай күн екенін білесіз ба? Алғыс айту. Сонда сіз кімге алғыс айтқыңыз келеді? Мемет Майлин мұғалімдерге және де осы мектептің оқушыларына бәріне алғыс айтқым келеді. Әсіресе осы Мемет Майлин мұғалімдерге соңғы жағдайда көмектесіп жатыр. Тесттерді шешуге сол талап бізге жақсы көмектесіп жатыр. Сол осы Мемет Майлин ұжымына алғыс айтамын. Сұхбатыңызға рахмет. Майлин атындағы жалпы орта мектебінің тілшілері боламын. Мен Мұхтар Әли және жол серігім. Мен Сатқанбай Гүлмира. Сіз кімге алғыс айтқыңыз келеді? Мен мектебіміздің директоры Оралова Камила апайға және президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс айтамын. Мен бірінші Аллаға алғысымды айтқым келеді. Бұл дүниеге келуге себепкер болған кейін ата-анама, осы мектепке және де басқа жандарға. Мен Сатқанбай Гүлмира Мемет Майлин атындағы жалпы орта мектебінің тілшісі боламын. Және мен Мұхтар Әли. Алғыс күні. Сол алғыс күнінде сіздің кімге алғысыңыз бар? Өзім дос жолдастарыма, бірінші орында ата-анама, одан кейін дос жолдастарыма, туған туысқандарыма, бауырларыма үлкен алғысымды білдіргім келеді. Себебі бауырлар, дос жолдас, туған туысқан деген олар жақсылықта да, басқа көптеген істер үстінде жамандықта да жанында табылатын адамдардың бірі сол болады және соларға үлкен алғыстарымды білдіргім келеді. Мен бірінші алғысымды анама айтам, екінші алғысымды анама айтам, үшінші алғысымды әкеме айтам. Себебі анам мені осы жарық дүниеге келген үшін мен қуаныштымын және басымды иіп алғыс айтам. Үшінші әкеме алғысымды айтам. Себебі әкем мені сауысқанға шоқырмай өсіріп жатыр. Оған алғысым шексіз. Және ұстазыма рахмет айтамын. Ертең бірінші наурыз қандай күн білесіздер ме? Алғыс айтамын.
Мысалға, бізді өмірге алып келген аналарымыз, немесе әкелеріміз, бізге тәрбие беріп жатқан мұғалімдеріміз, тағы да көптеген адамдарға алғысымызды білдіреміз. Себебі олар бізге әрқашанда қолдау білдіріп, қуаныштарда да қайғыда да бірге болып жүргені үшін солар үшін алғыс айтамыз. Өзіміздің арнайы Усманова Райхан апайға өзім алғысым шексіз. Мен Жұрма Бейімбет Майлин атындағы жалпы орта мектебіме алғысым бар. Барша мұғалімдерге алғыс айтамын. Оқушыларға және осы отқан достарыма, бауырларыма бәріне алғыстарымды айтамын. Алғыстарым өте көп. Осындай күнге отырған елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев алғысына. Осы мектептің оқушыларына, мұғалімдеріне алғысым шексіз. Рахмет. Саламатсыз апай. Апай оқушылармен бірге сұралайықшы. Саламатсыз ма? Есім қандай білімдер әділетмәнында жалпы орын мектебінің бірінші болады және ертең бірінші класс қандай мектепке бересіздер ма? Алғыс айту күнінде кімге алғыстарыңызды? Сабағымыздың тақырыбы адам және адамзат, яғни 1 наурыз алғыс айту күніне арналған сабағымыз. Бірінші наурыз алғыс айту күнінде сіздің кімге алғысыңыз бар? Ал енді мына оқушыларға да мен өз рахметімді айтамын. Себебі әрбір сабаққа өздерінің қызығушылығын таныта отырып, сабағында қызықты әрі сапалы өткізуіне атсалысады. Өзімнің әріптестеріме және ауылдастарыма бәріне өз алғысымды айтамын. Оқушыларға алғыстарыңыздар ма? Мен бұл дүниеде ең бірінші өзімді дүниеге әкелген анама алғысымды білдіремін және әке-шешеме және отбасыма алғысымды білдіремін. Және осында отырған барлық достарыма, туыстарыма да алғысымды білдіремін. Менің достарым қандай жағдай болмасын, қиын жағдайда болсын, олар әрдайым менің жанымнан табылады. Мен соған қанша алғысымды айтсам да жеткіліксіз. алғысында ата-анама айтамын. Олар мені өмірге әкеліп, осынша дәрежеге жеткізді. Екіншіден ұстаздарға және бұл жерде отырған сыныптастарымның барлығына алғысымды айтамын.